Merhaba arkadaşlar. Bizge қазір Айлестің жауабы келді. Қазір соны бірге ашып көрейік. Так, мынау сайтты бізге кураторлар жіберді. Осының ішінен көреді екенбіз. Так, міне менің жауабым. Doğru sayısı 4, yanlış sayısı 11. Бұл бізде қайсыныкі мынау? Математика ма? Sayısal, matematika 4, yanlış 11. Sözü doğru 7, yanlış 4. Сонымен маған қанша балл? Общий счет айтпаймын, мынау ма? 32 балл алғанмын ба? Пуан тұр ғой міне Айлес 35, 32, 35 деген ба? Менде дұрыстар хотя бар екен ғой. Шығар қараңыз, мынау сайысал, мынау сөзел, мынау ИА деп тұр ғой, примерно бірге шығар, мынау 35 шығар. Нормально. Енді бұл мен университетке түсе аламын ба, түсе алмаймын ба, оны енді уақыт көрсетеді, бірақ менің ойымша түсе алатын сияқтымын, себебі жұрттар әшейін аттестатпен тапсырып, қазір түсіп жатыр, түсу оңай сияқты менің ойымша. Енді бұл жақта тек бір ғана университет емес қой, көп қой университеттер. Соның ішінен әйтеуір біреуіне түсіп алатын сияқтымын, ол жағынан проблема болмайтын сияқты. Достар, бүгін біз B2 кітабын бастадық. Сөздері өте қиын болып жатыр. Қазір біз осы жерде өткен кейбір сөздердің мағынасын әлі түсінбей соны талқылап жатырмыз. Міне мысалына чықыр деп әлі шықырлап жатыр, бір айтып. Нені түсінбей жатсың? Сөздер ғой, мысалы астарлап айтатын сөздер бар ғой, солардың мағынасын түсіріп жатыр. Мысалы қияда көшеде қалды деген, қалмақ деген сөз, мысалы бір нәрсе ұмытылып кеткен, мысалы мына жұмыс бұрын популярный жұмыс болған, қазір бұл ұмытылып баратқан нәрселердің бірі, соны қияда көшеде қалды деп айтады. Осындай нәрселер оқып жатырмыз қазір. Қиын келіп жатыр, мысалы қияда көшеде қалмақ, оны оңайынан түсіндік. Сес кетірмек, бір нәрсе шум көтереді, шумны болған, хайп болған нәрселерді сол сес кетірмек деген сол мағынада. Бүгінлері ұлашмақ дегендерді біз сол күйі біраз түсінбедік, соны түсіну үстіндеміз қазір. Бір-бірді енді басқан кезде бізде шошыған едік, ойбайна қиын ғой деп кейін үйреніп кеттік. Сол сияқты қазір B2-ге шошып жатырық. Не істейтін шығар, бұл да үйреніп кететін шығармыз. Ал егерде тағы қандай университеттерге регистрация басталып жатыр, қандай университеттерге түсіп жатыр біздің студенттер аттестат бойынша деген сұраққа келетін болсақ, оны біздің артымыздағы группаласымыз Жангер, сен білесің ба, қазір 9 июльден басқа тағы қандай университеттер қазір ашылды? Регистрация, анда неше, тапсыратын 9 июльден басқа? Анадолу ашылды ма? Eskişehir'de. Сол ғана ма? Еге университеті, по-моему, ашылды. Жүрмейсің ме олардың? Сен тапсырмадың ба? Сен только 9 июльге ғана тапсырдың ба? Жоқ, біз қойдың еще. Қайсыған? 9 июльге ма? Енді сен томер тапсырасың, соның сертификатын апарып бересің, болды. B2 жеткілікті ма саған? Жебір керек па саған? И тағы айтып кететін нәрсе, бізде қазір iOS-ты әр университетке жеке-жеке тапсырады. Ал келесі жылдан бастап общий бір рет тапсырады, болды, сол бүкіл университеттерге жарай береді. Келесі жыл оқуға келетін студенттер, сіздерге повезло, ол өте жақсы. Біз сияқты, қазір мысалы біз Айлесті бір рет қана тапсырдық, общий болды, соның сертификаты бойынша любой жерге тапсыра береміз. Ал бұл жылы iOS басқаша әр университетке барады, соған тапсырады, оған түсе алмаса сосын басқа университетке iOS тапсырады, сөйтіп жүреді. Каждый раз iOS тапсырып, әр университетке жеке-жеке тапсырып жүреді. Келесі жылдан бастап ондай емес, общий бір рет қана тапсырасыз, болды, сол жақсы. M-iOS ба? Ром? M-iOS дей ма, келесі жылы тапсыратындар? Білмейсің ба? Бүгін бізге сабаққа түк білмейтіндер келіп қалды, к сожалению, сұрасам ешбір білмейді. Рома бізде 9 июльге түсті, дұрыс па? Қандай мамандық? Туризм işletme. Туризм işletme. Не, аттестат бойынша? Саған B2 жеткілікті ма? Жеткіліксіз. Жебір керек па? Жебір керек. 9 июльге ғана түсті, басқа жерге тапсырып көрмедің ба? Мне только надо было 9 июля.
Достар, біз қазір Урлада, теңіздің жағалауында демалып жатырмыз. Бұл туралы видео шыққан. Ол бірінші шығады, бұл екінші шығатын видео. Қазір біз демалып жатырық. Мен алдын бір группаласымыздан интервью алған кезде 9 июльға архитектура мамандығы бойынша отказ шықты, олардан ешкім түспеді деп айтқан еді. Сен танитын қандай мамандықтарға түстік, қандай мамандықтарға отказ шықты, сен білетін? Мен білетінше медицина жағынан бәріне отказ түсті. Сол жалпы және де архитектура жағынан да бәріне отказ шықты. Олар тек ЙОС арқылы ғана тапсыра алады. Оказывается, ол жалған ақпарат екен. Мына жерде менің тағы бір группаласым Ансара деген қыз 9 июльге архитектура мамандығы бойынша түсіпті. Бәріңе сәлем. Сенің 9 июльге архитектура мамандығыңа түскенің рас па? О жаққа саған ЙОС керек болды ма? Сол туралы айтып бересің ба? Жоқ, мен архитектура и градостроение бөліміне түстім, және де аттестатпен түстім. Аттестаттағы орта балым 90% болды, және де ЙОС керек емес. Сен енді қазір томер тапсырасың, одан кейін түсіп тұрсың. Мен кесін кайт барып жасаттым, және де томер алып кел, қалған документтердің бәрін яғни дайын. Томердің сертификатына келсем болды деді. Ал сен енді оплата жайын білесің ба, қанша төлейсің? Яғни 2 семестр жылына 9500 лира болды. Мен бірінші семестрдің ақшасын төледім, 4750 лира. И келесі төлемін күз, яғни оқу басталғанда төлейміз. 9000 лира ол қазіргі курс бойынша қанша? Білесің? 9500 лира негізі. Мен төлеген кезде 150 мың болды. 150 мың теңге бір жылға бұл, Жоқ, бір семестр. Бір семестр 150, получается, бір жылға сен 300 мың төлейсің. Керемет, саған алдағы уақытта сабақтарыңа сәттілік, енді томерді жақсылап тапсырып түсіп кет. Бәріне сәттілік тілеймін, көріскенше. Бүгін бізде 10 июнь 9 июль университетінің ішіндеміз. 9 июль университетінің бір факультетінің ішінде, бұларда факультет көп екен. Кампусында, бір кампусының біріндеміз. Бұл жаққа не үшін келдік? Біз 8-нен 7-нен бастап регистрация басталды деді, бірақ біз Тасарыдан регистрация жасайық десек, интернеттен әлі жабық деді ма, сондай непонимание болды, түсінбедік. Соны келіп, осияқтың өздерінен сұрайық деп университетке сол үшін келдік. Біздің келгеніміз қандай жақсы болған? Ол интернеттен проблем болмаған екен. Оказывается, ябаншылар, яғни сырттан келген басқа ұлттың адамдары документтерімен өздері келіп, қолмен келіп тапсыру керек екен. Онлайн болмайды. Сол үшін біз интернеттен Тасарыдан сол үшін біз істей алмағанбыз. Бағана келіп сұрағанымыз жақсы болды. Бізге қандай документтерді алып келу керек, қай уақытқа дейін соның бәрін айтты. 17 июньға дейін бәрін тапсырып бітуіміз керек екен. Біз қазір Бауыржанның профессиясы специалисті бойынша қазір соны білдік. Қазір енді менің факультетіме барып жатырмыз. Одан кейін магистратураны бір жылда бітіріп шығуға да болады екен. Оған еще IELTS те керек жоқ. Бір жыл ғана оқисың, өте жақсы. Бірақ оның бір минусы бар. Кейін сіз магистратурадан кейін докторантура оларға уже тапсырамай қаласыз. Бірақ бізге осы магистратураның дипломы жеткілікті негізі. Сол үшін сол бір жылдықты көздеп тұрмыз. Тем более біз IELTS-тен проходной аламай қалғанбыз, жарамайды ол. Сол IELTS-сіз де тапсыруға болады екен мамандықтарымыз бойынша. Қазір бірақ менің мамандығымды көреміз. Мен қазір финанс жайында айтып жатырмын, финанс специалисті бойынша. 9 июль университеттерінің бір кампустарының бірі студентский городок. Ішінде кафелері, өздерінің стадиондары, мына оң жақ бетте бәрі бар. Іші кең болғаннан кейін бір шетіне бару үшін жеңіл болсын деп ішінде тегін автобустар жүреді. Мына екен менің факультетім. Міне автобустар тегін. Мынау платный, который қалаға кететін автобус жүреді ішінен. Кіріп сұрап шықтық. Маған томерден G1 керек екен. Сол біраз уайымдатып жатыр.
Енді бізде қазір пятница, бізде келесі апта понедельник күні бізде экзамен болады. Соған жақсылап дайындалу керек. Джбрді алу үшін. Джбр ол ең үлкен бағанағы несі уровень. Одан кейін IELTS деп жазылып тұр негізі, бірақ айтады бұлардың өздерінің ішінде экзамен болады екен жазудан, және там сұрақтар қояды, соны жауап бересің, сол бойынша егер жақсы жауап берсең, может IELTS-ке қарамайтын шығармыз деп айтып жатыр. Себебі ана жылы сырттан келгендер, түрік емес азаматтар, сырттан келген азаматтардан ешкім түспеген екен. Енді бұл жолы сәл жеңілдететін ойлары болып тұрған сияқты. Бұлардың экзамендері августте басталады екен, соған кітаптарды айтты, осы кітаптарға дайындал, осылар бойынша сұрақ қоюлары мүмкін деген сияқты айтып жатыр. Енді көреміз, августке дейін дайындаламыз. Достар, тағы да сим-карта жайында, яғни біздің қазір сим-карталарымыз блокировкаға түсіп қалды ғой, сол жайында. Осыдан алдын ол не үшін блокировкаға түседі, қандай жолдар бар, соны айтқанмын. Енді бұл по счету уже 4-ші несі жолы, ең жақсы жолы сияқты. Оны маған Бауыржан айтты, группаласым. Қазір сол вариантын қарастырып көрейік. Ол үшін интернетпен e-davlet ключмен жасаймыз. E-davlet ключ ол біздің егофымыз сияқты, біздің индивидуальный ключіміз. Біздің дипломдарымызды тіркеген кезде сол бізге e-davlet ключ керек болады. Онан кейін оқуға келген кезде оның бәрін түсіндіреді, қай жерден алу керек. Олсыз бәрібір болмайды. Так, біз сайтқа кіреміз. E-davlet. Мынау ма? Түркия Gov. Иә. Имай. Сұрғылама, сүресін ұзатма. 9988, мына жерге біз email нөмірім, kimlik нөмірім жазамыз. Неға e-davlet шрифтмен деп, по-моему, жаңыз бассам. Кіріш яп. Деп. Шифр. Имай нөмір. Қандай сенікі? 24 36 05 10. Yabancı pasport. Номер паспорта. Номер паспорта. Сол күні, точно күні. Енді мынаның, я, 10-на келген ғой. Декабрь ма? Я. 22 ғой, 21. Аралық. 12. 12. Дұрыс, я? 10 емес па? 10. Енді телефон осы ертең бақ қосылады. Мына жасыл галочка шығатын болса, значит бәрі нормально өтті деген сөз. Енді бір күннің ішінде ол қарастырылады. Бір күннен кейін біз телефонды просто өшіріп қайттан қосамыз. Сол кезде істеу керек. Оны да видеоға түсірем обязательно. Қосылған кезде прям көрсетем. Қазір менде көріп тұрғандарыңыздай вообще сигнал жоқ екеуінде де. Сенде екі симка ма? Иә. Бірақ мен біреумен тіркедім ғой. Екінші имей тіркеуге болатын еді ғой. Зачем ол тіркеп екінші? Екеуі де істеп тұрады. Істемей қойсын, біреу істесе болады. Вообще екі айфонда 3 имей. Үшеуінде қосуға болады. Егер мысалы екі сим картаң болатын болса, екеуінде қосуға аласыз. Бұл 90 күнге созу керек негізі. 90 күнге созылады. Постоянно 90 күн. Иә, 90 күн болған кезде қайттан соза саласың, қайттан созып, өйстіп созып отыра бересің. Достар, бір күн өтті, бізде қазір телефонды қосып көрейік. Надеюсь, уже сим-карталар қосылды. Сим-карталар болғанда мен только имейдің біреуін ғана жаздым. Тек Түрік-Телеком осы жақта алған номер ғана қосылатын шығар. Теле2 қосылмайтын шығар. Мейлі, пока маған Теле2 бұл жақтан керек жоқ. Сол түрік нөмірім қосылса да өте жақсы болатын еді. Ашылып жатыр. Ашылды. Ашылды, екеуі де ашылды. Теле2 да ашылды.
қазір өткендегіндей кетіп қалмасын тағы. Қазір запись экраны қосайын. Так, міне запись кетіп жатыр. Сим карта екеуі де ашық тұр. Так, мен Wi-Fi-ді өшіп сайын. Екеуі де ашық тұр. И қазір звондайтын болсақ. Все, достар, қосылды. Өте керемет. К удивлению, екеуі де теледвада қосылды, хотя мен емейдің только біреуін ғана жазып едім. Ал сабаққа келетін болсақ, бізде қазір демалыс, суббота, воскресенье дайындаламыз. Понедельник, вторник күні бізде экзамендер уже басталады, соған қатты дайындалу керек. Бүгін бізде 13 июнь, біз қазір томер тапсыруға келе жатырмыз. Менің уайымым қалай тапсырып шығады екенмін деген уайым емес. Менің уайым мына бала шағаларды қазір кім қарайды, кімге тастаймыз деген уайым. Себебі бәріміз бір уақытта кіреді екенбіз, бүкіл сынып, бүкіл группа бір уақытта тапсырады екен. Соны қазір налардыққа кім қарайды. Мұғалімдер вроде келмейміз, бұл жерде болмаймыз деді. Қазір біреуді тауып алып бала шағаны жайғастыру керек. Сол ғана уайым болып тұр. Бұлай ешқандай қорқыныш жоқ. Білмеймін. Бар ма сенде? Менде қорқыныш жоқ екен. 4. Так, бағатын жер таптық вроде. Біздің апайларымыз көмектесеміз дейді. Осы жерде отыра тұрады енді. Biz ama sınıfları da arada dolaşacağız. Burada kalsa yalnız başına sıkıntı olmaz değil mi? Басы нормально. Қатты қиын болған жоқ басы. Қазір қиындары осы қазір обедтен кейін сияқты. Қазір бізде перерыв. Тамақ ішуге келдік. Бала шағамыз өзімізбен бірге. Алиханды алып кетті студенттер. Білмейміз қайда екенін әкеп берсе болды. Асыл. Күшті болды, қалай болды? Экзамен тапсырып шықтық. Қатты қиын емес, қатты оңай да емес. Болады енді жауабына қарай көреміз, қалай болғанын. Жақсы тапсырып шыққан сияқтымын. Енді жауабын күтеміз енді. Достар, қазір университеттер уже документ қабылдау кезеңін бастады. Осы жерде бір айтып кететін нәрсе, деңгейлік сұрайды несі әр университет. Сол деңгейліктің орнына немесе сіз оқу таныма белгісін көрсетсеңіз де болады. Ол үшін біреулер Анкараға барып жатады. Егер сіздің университетіңіз кішкентай бір университет болса, бір сайтқа кіріп тексерген кезде сіздің университетіңіз шықпайтын болса, сіз Анкараға баруыңыз керексіз. Ал оны, ол спискте барсыз ба, жоқсыз ба, оны тексеру үшін біз неге кіреміз? Қазір оны мен сіздерге көрсетемін. Так, солардың сайттарына кіреміз. Devlet turkiya.gov.tr Okul tanıma bilgisi. İkincisi. Енді. Осының арасынан іздеу керек біз енді. Ж сенікі, Жүргенов. Сонында отшы. Бірінші Анкараға құрып босқа ақшаны құртып кетпестен бұрын осы сайтқа кіріп университетіңізді іздеп көріңіз, мүмкін табылады. Бұл жақта көп бұл жақта көп университеттер бар. Егер прям танымал емес, прям кішкентай университет болса, ол кезде табылмауы мүмкін. Ол кезде Анкараға барып
деңгейлік жасатып Если саяқтан аласыз. медицинский университет болса, онда не обязательно барасыз. Менікі Казахская национальная академия искусств имени Жургенова. Вот, міне бітті алдық. Менің университетім бар екен. Байназарға Казахстан Жургенов атындағы университет. Вот, 5 минуттық жұмыс. Я, бұған не кірмейді, медицина кірмейді. Сіз медицинада оқыған болсаңыз, медицина жалғастыратын болсаңыз, ол кезде Анкараға міндетті түрде баруыңыз тиіс болады. Осы орайда сіздерге медицина туралы сәл айтып өтіп кетейін. Себебі көп адамдар комментарияға жазыпты осы не туралы, медицинаға түсу қалай, қиын ба деген сияқты. Медицинаға Түркияға түссеңіз, ол өте жақсы. Бұл жақта медицина өте қатты дамыған. Сіз егер ол оқуды бітірсеңіз, медицинаны сіз жақсы маман болып шығасыз. Бұл жағынан ешқандай сомнение жоқ. Бұл жақта медицина өте қатты дамыған. Бірақ бұл жерде айтып кететін нәрсе, оған түсу өте қиын. Себебі медицинаға только ЕОС-пен, егер сіз бакалавр оқитын болсаңыз, только ЕОС-пен сіздерге совет математикаға дайындалыңыздар. Өте жақсы дайындалыңыздар, себебі 100 балдан 90-нан жоғары алуыңыз керексіз. 100 балдың ішінен 90-ы ең кемі. Бірақ мүмкін емес ол деп айтпаймын, себебі өткен жылы бір студенттер түскен екен, стоматологияға түскен ба, менің естуім бойынша. Яғни түсіватқандар бар, бірақ өте аз, қиын. Сол үшін математикаға дайындалыңыздар, сөйтіп келіп, мына жаққа ЕОС тапсырған кезде содан жақсы бал алсаңыздар, түсесіздер. Академияға келіп жатырмын. Томер сертификасын алып кетуге. Бізге кеше оның результатын кеше PDF форматта жіберді. Достар, бүгін бізде 5 июль сертификаттардың, Томердің сертификаттарының результаты келді. Мен әлі ашып көрмедім. Қазір сонда бірге тексерейік. Так, мынау Венераныңкі. Мына жақта меніңкі. Мен уже өзімнің группаластарының результатын білем. Бәрі J1 алған, ішінде B2 алған ешкім жоқ. Біздің группада Белгі группасы, Камалдин J1, Бауыржан 70-тен жоғары, ол уже J1-ға жатады екен. Міне бәрі Камалдин 75, Расул 86 красавчик вообще. 88 дейді. Міне неғықта Айдос сен айтсаң вообще күшті болатын еді дейді. Мен әлі оқыған жоқпын, сол үшін оларға жауап берген жоқпын. 90 дейді. Бәрінкі міне 80 бал алған, оларынкі бәрі J1. B2 алған ешкім жоқ. Так, ендеше бүдіш меніңкі 85 бал J1. Міне, қазір мен мұнаны оң қаратайын. Қалай оң қаратады? Менікі J1. Так, Венеранкін көрейік. Венеранкіде J1 90 бар. Онкі 90 менікінен, ол менен жақсы оқиды. Так, бізде уже J1 сертификат бар. Енді бізге университетке түсу 90%-ға 99%-ға жеңілденді. Бізде енді документ қабылдайтын уақыттар, біздің экзамен августте. Бұл видеоны оған дейін созудың қажеті жоқ деген ойдамын. Ең главный осы Томер ғой, бізде Томерді алдық. Ең главный J1, ең жоғарғы уровень. Өте қуаныштымын. Сабаққа келмегенімізге бір ай болды ма, кәдімгідей мына жерлерді сағын қаптым. Ну-ка, покажи. 81, J1, молодец. Что ты, получается, поступила? Да. В 9 июля? Молодец. Құттықтай. Kan бұзылып бәрі J1 ма? B2 жоқ ма? Алған? Бәрі J1 ма? Мәсәлән. Енді мен түрік тілінен сабақ бере берсем болады. Менің алдымдағы 9 июльде сөйлескен мамандық IELTS керек емес болатын шығар деген мамандық бойынша болған IELTS керек екен. Маған
оның басқа тоже режиссер бар, басқа факультетін айтты, басқа бөлімін. Оған только портфолиомен жазу керек болады, жазбаша тест тапсырасын. И ол жазудан да, портфолиодан да екеуінен де қорқып тұрған жоқпын. Екеуі де менің ойымша оңай, жазуға дайындалып, ал портфолио менде мақтанбай қойын, бірақ менде портфолио өте жақсы, түсірген видеоларым, істеген жұмыстарым, соның бәрін көрсетсем, одан жақсы бал алатын сияқтымын. Тем более академияны қызыл дипломда бітіргенмін, оны да балы учитывается етеді. И ол жерде ең керек нәрсе осы сертификат болатын, G1, оны да алдым, құдайға шүкір. Енді сол 9 июльге өзімнің мамандығым бойынша түсіп тұрмын, құдай қаласа. Мынау біздің кабинет. Тым-тырыс, ешкім жоқ. Hayret ettim kendime bazen mutluluktan. Asılbek, sen de beni kandırıyorsun. Kötü ya burası. Arkadaşım ben şaka söyledim, gittik buraya. Güzel. Мына жақта мұғалімдер отыратын еді. Терраса. Студенттер шұбырып тұрушы еді осы жерде. Өлең айтып, домбырамен, гитарамен. Ешкім жоқ қазір. Достар, келіңіздер, оқыңыздар, Global Students арқылы келіңіздер, тасариға түсіңіздер, G1 сертификатын алуға 99-98% мүмкіндік бар. Сол үшін достар, келіңіздер, Турцияда оқыңыздар.